Сәлем баршаңызға. Қызықты әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Кезекті қызықты әңгімені ұсынғалы отырмын. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Тұрмысқа шығып арадан бір жұма өтер-өтпей, жолдасым қатты ауырып, дене мүшесі қимылдамай жатып қалды. Бәріне сабыр қылып 15 жыл төсекте жатқан жолдасыма құлдай қызмет қылдым. Басымнан не деген сынақ, не деген ауыр күндер өтпеді дейсіз. Қиналып тұрсам да, енемнің зар қақсатқан тілі жауырыныма өгіздің терісінен өрілген қамшыдай қайта-қайта тие берді. Бірақ бәріне сабыр қылдым. Сүйген жолдасыма ең мықты жұбай болу үшін бәрін көтердім. Жүрегімнің түбінде Алла сөзсіз түрде шипа береді, бермей қоймайды. Өйткені мен Аллахтан сұрап жатырмын, бір күні айығып орнынан тұрады деген сеніммен жүрдім. Ішімнен Аллах құдіретті, бір күні біз ойламаған тараптан жолдасыма шипа беріп, екі аяғына тұрып, ең мықты күндерді өткіземіз деген үмітпен амал жасай бердім. Айтпадым ба? 15 жылдан кейін Аллах жолдасыма шипа беріп қолдары, аяқтары қимылдап екі аяғына тұрып жүре бастады. Ата-анасы, туыстары қуанды, бірақ олардың ішінен ең қатты қуанғаны мен болдым. Өзімнің ойымша аурудан айықты, бұйырса балайымызды бір жерде өткізерміз деген оймен міндет қылмай, одан сайын қызметімді қыла бердім. Осы арада ашығын айтсам, жолдасымның алдында әдемілену дегенді бір жола ұмытыппын, тіпті өзімнің денсаулығыма да қарамаппын. Жолдасым аяғына тұрып, өзі тамақ жеп, достарымен араласып жүргеніне 2 айдай болыпты. Ол мені өзінің қызметкері секілді көріп қалған, себебі шалқасынан жатқан күйінде 15 жыл, мен оның үлкен дәретінде, кіші дәретінде тазалап, тамағын беріп, киімін жуып қызмет ететімін. Бір ретте енеммен күйеуім менің демалуыма уақыт бөлген емес еді, бұл шын. 5 уақыт намазда, намазымды бітіріп, зікір айтып жатқанымда, ұзағырақ айтып, сол жерде Аллахпен сырласып, жылап алатымын. Бір күні жолдасым үйден ертемен шыққан күйі кешкі тамаққа бір келді де, бәріміз дастархан басында отырсақ, ата-анасына қарап, менде бір жаңалық бар, мен үйленемін деді. Ал мына келіндеріңіз кемпір сияқты қарайып қалды деді. Бәрі басын төмен салып үнсіз қалды. Бұл сөз мені 2-ге бөлгендей қатты тиді. Баяғы 15 жыл ауырып жатқан кездегі қылған қызметімді бір тиынға да бағаламады, осындай жаман сөз айтты. Енді менің орныма өзіңізді қойып көріңізші. Осыншалық қорландым, осынша кемсітілдім. Көзімнен аққан жас саулап, не тұрарымды, не отырарымды білмеймін. Жаным ақырын шығып, өзімді өліп бара жатқандай сезіндім. Бір жұмадай уақыт өткен соң, бәрін тастап бір ғана шарт, талағымды қазір бересің деп күйеуіме батырып айттым. Киім-кешек, барлық заттарымды етімді жұлып жеген енеме, және қайын сіңілілеріме қалдырып, осылардың барлығы сіздердікі дедім. Ағама телефон соғып, оны шақырдым, ол көлігімен келді. Мен үйден жылап шығып бара жатырғанымда, туыстарым саусағын күйеуіме кезеп, қор боласың сен, 15 жыл құлдай қызмет еткен келіншегіңнің қадіріне жетпедің. Сен басқаныңда қадіріне жетпейсің ақымақ деп менің жылағаныма қосылып оларда жылап қалды. Ата-анасы да бастарын төмен салып, меніменен әрең қоштасты. Дүние тар болып кетті, ағамның көлігіне жақындап қалғанымда, көзінен аққан жас сақалынан төмен тамшылап алдымда, бір адамның тұрғанын сездім. Ақырын басымды көтеріп қарасам алдымда, біз тұрған ауылдың қадірлі имамы тұр екен. Ол айналайын қызым, сабыр ет, сабыр қыл қызым. Әлемдердің раббысы болған Алла жөнінде жақсы ойда бол, Алла сені бұдан да мықты адамдар тамсана қарап тұрған жерге алып барып қояды деді. Мен жаңадан тірілгендей, тура айтасыз, уақыт өтісімен Алла мені бақытты қылады дедім да, ағамның көлігіне отырып жөнеліп кеттім. Ағамның үйіне келдім, Аллаға шүкір. Бет-жүзіме, денсаулығыма уақыт бөліп біраз келбеттеніп жасарып қалдым. Көп уақыт өтпей ағам маған бір жұмыс тауып берді. Шынымды айтсам, көп уақыт өтпей десем, сіздерге 1 ай не 2 ай уақыт сезіліп жатса керек. Жоқ, 2 жыл өтті. Жақсы бір жұмысқа орналастым. Айлық табысы жақсы, таза, хиджабыма, намазыма тыйым салмайтын жұмыста істеп жүрдім. Бір күні жұмыстағы құрбы қызым телефон шалып, егер мені ақыреттік досым деп санасаң, онда менің айтқанымды жасайсың деді. Сөзіңнің басын ашып айтсаңшы.
Жоқ, айтқанымды орындаймын десең ғана айтамын. Жақсы, келістім десем, қазір сенің үйіңе бір жігіт барады, жақсылап ағаң екеуін қарсы алыңдар. Ағаң оны біледі, ағаңның досы сенің қолыңды сұрауға бара жатыр деді. Естіген құлағыма сенбедім. Енді тұрмысқа шығамын ба мен деп ойланып отырсам, есіктің қоңырауы соғылды. Ағам есікті ашты. Үйге ұзын бойлы бір жігіт кірді. Танысып оның жасы 40-та екенін білген соң, не үшін 40-қа дейін үйленбей жүрдіңіз деген сұрағыма басын төмен салған күйі маған қарауға ұялып, көзімен жерге ұзақ қарап отырып қалды. Көп жерге бардым, көп қыздардың қолын сұрадым. Менің бір ауруымды бі. Қандай ауру деп сұрасам, ол мен балалы болмаймын деді. Менде сұраған сұрағым үшін өкініп қалдым да, ағамның жанында үнім шықпай көпке дейін жерге қарап отырдым. Іштей өзіме, бәрібір дүниенің рахаты үйлену екен, үйленейін деп шештім. Мейлі, балалы болмасам да, күйеуімді жоғарғы деңгейде құрметтеп сүйіп өтуге дайынмын дедім. Ол ақырын ғана даусымен, егер келіспеймін десең саған өтініш, менің балалы болмайтынымды өзің ғана білші, басқа адамдарға айтпашы, саған өтініш деді де, орнынан тұрып, есіктің тұтқасынан ұстап, енді ғана үйден шыға бергенде, мен сіздің ұсынысыңызды қабыл алдым дедім. Осы сөзімді естігенде, дереу менің алдыма жүгіріп келіп отыра қалды да, алақанымен бетін жауып жылады. Мен сол жігіттің жылағанын, мен сізге тұрмысқа шығамын деген сөзге осыншалық бақытты екенін көріп менде жыладым. Баяғы көрген қорлық сол көз жастарымен бір жола шығып кетті. Егер сіздер де оның көзінен аққан жасты көргенде маған қосылып жылайтын едіңіздер. Арада бір ай өтпей мықты ұстаздар ақыл кеңестерін айтып некемізді қиып берді. Тойымыз сүннетке лайықты түрде жоғары деңгейде өтті. Тұрмысқа шыққаныма бір ай өтер-өтпестен жолдасым жұмыстан қуанышты келді де, мені қатты құшақтап маңдайымнан сүйіп, қуанышты бір хабарым бар, сүйіншіге не бересің деді. Қалағаныңды беремін деп көзімді жұмып тұрсам, ақырын қалтасынан бір парақ қағазды алып маған берді. Дәрігерлерден бе? Жақсы хабар ма десем, ашып көр деді. Ашып көрсем, жолдасым екеумізге умра, кіші қажылық сапарына жолдама алып келіп тұр екен. Қатты қуандым, қуанғаным соншалық тоқтамай жылап, жас балаша күйеуімнің мойнына асылып алып еркеледім. Сізден Алла разы болсын дегеннен басқа еш нәрсе айта алмадым. Осылайша екеуміз умраға аттанып кеттік. Осындағы рахат, осындағы ғибадат, осындағы сәжде, осындағы көз жас. Тауаф қылып жүргенде қатты жылағаным соншалық, ең көп жылап жатқан менмін деп ойладым. Бір күні жолдасыма қарасам, ол да көз жасымен көкірегін сулап қойыпты. Не үшін жылап жатырсыз деп едім, басын төмен салып тұрып қалды. Не үшін жылап жатырсыз деп қайта сұрасам, ақырын ғана, әрең дауысы шыға сыбырлап, саған өтініш, сенің дұғаң маған қарағанда тезірек қабыл болады. Осы жерде Алладан перзент сұрамаймыз ба деп ұялғансып қойды. Шыдамастан айқайлап жыладым, шындап. Қабаның есігінің алдына келіп, «Я Робби, сен перзент бересің, ең бақытсыз отбасыдан, ең бақытты отбасына қосқаннан кейін перзентті де бересің, сен берушісің» деп жылай бердім. Умрамыз бітті, үйге қайттық. Менен бақытты адам жоқ. Жолдасымды жақсы көруім бұрынғыдан басқаша, білмеймін, сіздерге сөзбен жеткізіп бере алмаймын. Өміріміз бұрынғыдан басқаша өтіп жатты. 6 айдан кейін қатты ауырдым. Күйеуім қорқып дәрігерге алып барды. Жүрегімді тексертті, басымды тексертті. Дәрігерден дәрігерге барып жүрдік, ақыры бір дәрігер бізге қарап тұрып, бастарыңнан көп қиыншылық өтіпті, дұрыс па деді. Дәрігер қалай біліп қойды деп ішімнен ойладым. Ақырын жолдасымның қолын қысып тұрып, келіншегімнің бойында 3 айлық сәби бар, құттықтаймын деді. Күйеуім қуанғаннан сол жерге құлай кетіп маңдайын сәждеге қойып еңкілдеп жылады. Мен де қосыла жыладым. Дәрігерге қарап, бастарынан көп қиыншылық өтіпті деп айттыңыз, оны қалай білдіңіз десем, дәрігер. Өйткені сені тексергенімізде көрініп тұр, көптен бері балалы бола алмай жүр екенсің деді. Шығарымызда. Аллаға шүкір етіңдер, Алла өмірлеріне береке берсін, Алла денсаулықтарыңды мықты етсін. Балдарыңа мықты тәрбие беріңдер деп бізге тіке қарап, жымиып тұрып қалды. Мен де, күйеуім де түсінген жоқпыз. Балдарыңа деп қайта-қайталады. Дәрігер ақырын келді де, қолын жолдасымның иығына қойып,
Қазіргі жасаған сәждең Аллаға шүкірлік үшін ғой, дұрыс па? Күйеуім: Иә, Аллаға шүкіршілік. Өйткені менде балалы болуға мүмкіндік жоқ болды, деді. Дәрігер: егер мен саған бір сөз айтсам, қысқа етіп жасап қойған сәждең үшін Алладан ұяласың, деді. Түсінбей қалдым. Дәрігер бізге жымиып тұрды да күйеуіме қарап: келіншегіңнің ішіндегі бала егіз, деді. Сонда күйеуім қайтадан сәжде қылып, бас көтермей ұзақ уақыт сәждеде жылап жатты. Екеуміз қуанған күйі үйге қайттық. Үйге келіп ойланып отырып, бұрынғы жолдасымның үйінен талақ алып шығып келе жатқандағы имамның сөзі есіме түсті. Қызым, Алла жөнінде қандай ойдасың? Алла сөзсіз маған перзент береді, мені жақсы күйеуге кездестіреді, мені мықты отбасына қосады деген ойда болсаң, онда сен сөзсіз түрде жеңіске жетесің дегені осында есіме түсті. Пайғамбарымыз: оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өмірден өтерден 3 күн бұрын Алла туралы жақсы ойламастан араларынан ешкім дүниеге аттанбасын деген хадисін оқып ұзақ ойландым. Міне, құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.